Француз архитекторы Поль Гурдені Алматы қаласының тарихи орталығымен не байланыстырады? Неліктен Жаркенттегі мешіт Қытай сәулетшісі Хон Пикенің біздің күнге дейінгі сақталған жалғыз туындысы? Уәлихановтардың Сырымбет үй-жайы қайда орналасқан? Ұмыт болған есімдер мен белгісіз деректер. Қазіргі тарих пен ұлттың бет бейнесі. Осының барлығы Grand Buildings бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: Алматыдағы Никольский ғибадатханасы, тарихи кинокартина іспетті. Астанадағы католиктер шіркеуіндегі қолмен жазылған киелі кітап. Қазақстандағы армян шіркеулері. Менің есімім Шана Мати. Мен Алматыға Үндістаннан келдім. Осы қалада медициналық білім алудамын. Шіркеуге күнде келемін. Мұнда өзімді жайлы сезінемін. Бұл мен көрген ең әдемі шіркеу. Сонымен қоса бұл жерде әулиелердің бейнесі керемет жасалынған. Үндістандық студенттер Никольский ғибадатханасына жиі келіп тұрады. Бұл орын оларды баурап алды. Келушілерді ғимараттың әдемілігімен қарапайымдылығы қызықтыруда. Шіркеудің есігі келем деушілерге әр кез ашық. Шіркеудің Будда дініне еш қатысы жоқ. Алайда мен үшін бұл кедергі емес. Мен мұнда Құдайға сыйынуға келемін. Бұл жерде өзімді таза әрі түзу жолмен жүргендей сезінемін. Халық арасында Никольский деген атымен белгілі әулие Николай ғибадатханасының тарихы 1904 жылдан бастау алады. Оның құрылысы Верныйдың Зубов деп аталған ескі алаңдарының бірінде 4 жыл бойы жалғасты. Мінәжатхананы тұрғызу үшін қаржы халықтан жиналған. Жоба авторы сәулетші Сергей Тропаревский. Ал жұмыс барысын сол кездегі Верный қаласының құрылысына жауапты инженер Андрей Зенков қадағалап отырған. Ғибадатханаға әулие Николайдың аты берілген. Сонымен қатар, шіркеу жанында орналасқан базар аумағына байланысты Зубов алаңы деп те аталады. После революции площадь называлась Пролетарской, как и соответствует советской. Алаң революциядан кейін пролетарлық деп өзгертілген. 1934 жылы Киров атына ауыстырылды. Сол жылы мемлекет қайраткері Сергей Миронович Киров қастандықпен өлтірілді. Содан кейін Киров атындағы университет Киров базары деп өзгерістер енгізілді. Кейін Николай базары деген атауы қайтарылды. Кировский рынок так называли. Позже опять это название вернулось, Никольский рынок или Никольский базар. Николай шіркеуі Зубов алаңындағы ең үлкен ғимарат саналады. Ол төңкеріске дейінгі құрылыстардың орташа биіктігінен 5 есе жоғары. Мұнарасының үшкір төбесі ғибадатханаға айрықша көрініс береді. Айта кетерлігі, әулие Николай мінәжатханасы Верныйдың барлық шіркеулері секілді қаланың кез келген жерінен көрінетін. Застройка Вернийского периода, она была в основном... Қала Верный деп аталып тұрғанда ғимараттардың басым бөлігі бір қабатты болған. Қанша дегенмен Верный қаласының оңтүстік батысы ол кезде қаланың шеті саналатын. Шіркеу қаланың оңтүстік батысындағы соңғы ғимарат еді. Бір қабатты үйлердің үстінен айқын көрінеді. Застройка одноэтажная. Жоғары сейсмикалық қауіп 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы Верныйдың келбетін айтарлықтай өзгертті. Құрылысшылар тас пен кірпіштен бас тартып, ағашты пайдалануға көшті. Сол дәуірдің әдеттегі құрылыстары секілді Николай ғибадатханасы да Тянь-Шань шыршасынан тұрғызылды. Начиная с храма в Малой станице, затем, Николь. Шағын топтағы ғибадатханалардан бастап Николай, әулие Вознесен шіркеуінің барлығына ортақ дүние ғимарат үшін қолданылған материалдар. Яғни ағаштың үстіне ағашты қойып, 2-3 қабатты кейде 4 құрылымды етіп жасаған. Осының арқасында жер сілкінісіне төтеп берді. Ярусы, иногда 4 вот этих вот строений. При этом, естественно, учитывалась сейсмика. Алайда өлке танушылардың ойы басқа. Олар мінәжатхананың бір бөлігі ғана ағаштан жасалынған деп есептейді. Здание
двухэтажная, квадратная в плане. Ғимарат екі қабатты төрт бұрышты. Бірінші қабат кірпіштен және жертөлесі кесек тастан қаланған. Негізгі есік көп сатылы гранит баспалдағымен ерекше. Екінші қабат ағаш қимадан тұрады. Ал үшінші қабатта шіркеудің қоңырауы орналасқан. И третий уровень – это уже колокола. Бастапқы жобада ғибадатхананы 5 күмбезді етіп жоспарлаған. Қоңырауды орналастырғаннан кейін ғимаратқа тағы да 2 күмбез қосылды. Діни қызметкерлер құрылыс сәулетінен христиан сенімінің символдарын көреді. Он построен в виде корабля, потому что все храмы строятся обычно по... Ол кеме бейнесінде салынған. Себебі барлық дін үйлері Құдайдың рұқсатымен тұрғызылады. Бұл символ кеменің арқасында теңізден құтқарылып, Иса пайғамбарға жетеді деген мағынаны білдіреді. Кейін жанына қосымша ғимарат тұрғызылып, ғибадатхана крест белгісіне ұқсап қалды. Яғни ол крест бейнелі. Дополнительные по бокам, и храм стал похож на крест. Ғибадатхананың қоңырау ілінген күмбезді мұнарасы өлке танушылардың қызығушылығын оятыпты. Басты ескеретін жайт, үлкен қоңыраулар мұнда тек 1988 жылы келе бастады. Оларды Ресейден арнайы тапсырыспен жеткізген. Шағын қоңыраулар сыңғырлаған үнімен жер сілкінісі кезінде қала тұрғындарын оятып, құлшылық уақытына бей-жай қарамайтындарды ғибадатханаға шақырады. Міне мына жерде қоңыраулар 1988 жылы ғана жасалынған деп тұр. Осыған дейін кішкентай қоңыраулар болды, ал қазір бұл жерде 10 қоңырау ілінген. Олардың барлығы 1988 жылы Воронежде жасалынған. И отлиты они в 1988 году в Воронеже. Қоңыраулар сәулет өнерінің жұмбағы. Сарапшы мамандардың пікірі осындай. Өнер тану ғылымдарының кандидаты Елизавета Малиновскаяның 10 шақты жылдан бергі зерттеу нысаны революцияға дейінгі ғимараттар. Ол шіркеулердегі қоңырау ілетін күмбезді мұнараларда ежелгі құрылыстың белгісі бар дейді. Мало кто знает, но верхняя часть этого храма при переходе уже... Мына ғибадатхананың негізгі өтпе жолының жоғары жағында, яғни қоңырау орналасқан жердің басқа бір ғимараттың бөлшегі екенін білетіндер аз. Себебі верный шіркеулерінің көбі барлық мемлекеттердегідей ескі ғибадатхананы қазып алатын немесе қандай да бір ғимараттың бір бөлшегін пайдаланып тұрғызылатын. Міне сол сияқты жоғары бөлік өте ескі ғибадатханалардың бірінен еш жерін бұзбай жеткізілген. Верхняя часть, она как раз с какого-то более раннего храма снята. Мінәжатхана өзінің бір ғасырлы ғұмырында шарықтауды да, құлдырауды да көрді. Ол 1911 жылғы жойқын жер сілкінісін, революциялық төңкерісті және екінші дүниежүзілік соғыстың куәгері. Шағын шіркеу 1929-1934 жылдары кафедралды собор қызметін атқарған. Сол заманда жер аударылған сопыларға баспана болды. Осылайша діни қызметкерлерді басқару екіге бөлінді. Здесь жили монахини, здесь жили люди благочестивые, епископы, и они... Мұнда әйелдер, Құдайға қараған тақуа адамдар өмір сүрді. Олар келушілерге жәрдем берді. Ол кезде жағдай төмен болды. Жер аударылған сопылардың үстеріндегі биттерін, жыртық кірі киімдерін осында келіп тазалап емдеді. Тарихта жазылғандай адамдар көп болды. И как сказано по истории, что алтарь не вмещал даже людей. Николай шіркеуі қудаланған әулие әкейлердің соңғы баспанасы. Ал көпшілік үшін Карлаг лагеріне аттанар алдындағы жүк ауыстырып демалатын орын еді. Прежде всего в этом здании это было подполье, и здесь в некоторых местах Ең алдымен бұл ғимараттың үй асты қоймасы болды. Мұнда кішкентай ұра болатын. Ол жерді қойма ретінде пайдаланды және Ресейден келген діни қызметкерлеріміздің келіп кететін шағын бөлмесі бар. Әкелеріміз оны қалайда жасырын ұстауға тырысты. сохранялись здесь. Батюшки их старались как-то спрятать. 1936-45 жылдары ғибадатхананың есігі жабылды. Қысқа уақытқа атеизм мұражайын орналастырған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде шіркеу әскерилердің қол астына көшті. Соғыс біткен соң оны бұзу жоспарланған.
Из-за того, что улица Себебі қазір Қабанбай Батыр деп аталатын көшенің, яғни сол кезде Калинин деп аталған көшенің орналасуына ғибадатхана кедергі келтірді. Көше қиғашталмай тура түсу тиіс болатын, алайда шіркеу бұзылмады. это улица. Но милостью Божией вот храм наш остался здесь. Николай мінәжатханасы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тосын сыйға тап болды. Бұл жерде Мосфильм киностудиясының қосқан үлесі зор. Дәл сол кезде шіркеуге өте сирек кездесетін 10 шақты икона алып келеді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Иван Грозный туралы картина түсірілді. Және Мәскеуден көптеген иконалар алып келді. Себебі Мосфильм Алматыға көшірілді. Ал иконалардың көбі осында қалды. Бұған дейін бейнелер ескі болатын. Осы оқиғадан кейін Николай ғибадатханасы ескі иконаларын құрбан етуіне тура келді. Бірнеше жыл бұрын шіркеу қайта жаңғыртылды. Діни қауым мүшелеріне толықтай жаңартылған күйде ұсынылды. Алғашқы діни қызметші Андрей Бурдинаның шынайы қол жазбасы ғимарат күмбезінің көркін кіргізіп тұр. Расписывал не только наш Никольский. Ол Сібірдегі ғибадатханаға қол қойған. Сосын солтүстік Қазақстанның Петропавл қаласындағы, Сібірдегі Минусиндегі Ленин мен Крупская үйленген ғибадатхана. Міне олар осындай ғажап ғибадатханалар. Вот, такой знаменательный храм. Шіркеу суретшісі безендіру үшін 8 жыл бойы маңдай терін төккен. Жұмысын тек 2010 жыл аяқтайды. Енді Алматыдағы православ мінәжатханаларының ішіндегі бірден бір танымалы деп Николай шіркеуін айтуға толық негіз бар. Әрине, ғибадатханалардың танымалдылығы тек сыртқы келбетіне емес, сонымен қоса оның пайда болуымен бой көтеруіне ықпал еткен оқиғаларға да байланысты. Вот эти 3 таблички. Мына мақтада 2001 жылдың 22-25 қыркүйегінде 2-ші Иоанн Павелдің Қазақстанға келгені туралы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпарат жазылған. Бұл оның ғибадатханада және Қазақстан жерінде болғандығы туралы естелік. Его пребывание в нашем храме на земле Казахстана. Астанадағы кафедралды собор Рим папасы 2-ші Иоанн Павел келген деп мақтануға болатын Қазақстандағы жалғыз Азиядағы санаулы ғибадатханалардың бірі. Бұл христиан діни қауымы үшін маңызды оқиға. Аделия Бублитинің осында қызмет етіп жүргеніне 15 жыл. Понтификтің келуін көзімен көрмесе де, дәл осы жерге оның табаны тигенін әрдайым есінен шығармайды. Тем более он сейчас причастен. Сонымен қоса ол қазір әулиелер қатарына көтерілген. Біз дереу қорғаушының қамқорлығына өтеміз. Біздің ғибадатхананың жебеушісі әрдайым жарылқаушы Құдай ана. Сонымен қоса мұнда 2-ші Иоанн Павел келген. Келген кезінде осы ғибадатханада болды, осы жерде мінәжат етті, осының барлығы көп мағына береді. Оның бұл жерде болғаны бізге берілген ескерту. Италия мүсіншілерінің қолынан шыққан Рим папасы 2-ші Иоанн Павелдің ескерткіші 2010 жылдан бері кафедралды шіркеуінің ауласына әр беріп тұр. Бұл Орталық Азиядағы католик әулиесінің бірінші ескерткіші. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарында қашанда жарылқаушы Құдай ана католиктер жиылысы пайда болды. Дегенмен ғибадатхана ол кезде салынбаған еді. Шіркеу іргетасы тек 1994 жылы қаланды. Әлі құрылысы толық бітпеген шіркеуде 1998 жылы құлшылық ету басталып кетті. В 1988 году приехал отец Отто Месмер, первый настоятель прихода, и начал свою душпастерскую. 1988 жылы аға поп Отто Месмер әкей келіп өзінің пасторлық жұмысын бастады. Ол жамағатты ресми түрде тіркеп, қалалық әкімдік қазір біздің ғимарат орналасқан жерді бөлді. Құрылыс 1999 жылы аяқталды. Ғибадатхананың түсіндіру жұмыстарын Германияның Кёлен қаласынан келген кардинал Йоахим Майснер жүргізді. Себебі ол жерде Астанадан қоныс аударған католиктер көп, және солар ғибадатхананы қайта тұрғызуға көмектесті. Довольно много католиков, которые раньше жили в Астане, а потом в 90-х годах переехали туда.
и они помогали в строительстве этого храма. Шіркеудің ішінде орналасқан кішкентай мұражайда жер аударылған католиктер мен олардың ұрпақтары туралы естелік сақталыпты. Шіркеудегілер жаппай қуғын сүргінге ұшыраған кезеңде сенімдерін берік сақтады. Жәдігерлер арасынан діни белгілер мен әулиелердің жазбаларын да кездестіресіз. Находятся там разные иконки. Мұражайда әртүрлі иконалар бар. Діни құлшылыққа арналған иконалар, киелі кітапты да байқайсыз. Кейбіреулері өте ескі, ал кейбіреулері қолмен жазылғандар. Адамдар осылай көшіріп жазып, сенімдерін ұрпақтан ұрпаққа табыс етіп отырған. Люди старались так передавать свою веру. Негізгі кіреберіс кафедралды шіркеудің мақтанышы. Ағаштан ойылған есіктің бетін діни символдармен безендірген. Олар өзіне жылы тартып жайлылық сыйлайды. Первые двери были построены вместе с храмом, поставлены. Алғашқы есіктер 1999 жылы ғибадатханамен бірге салынды. Өте қарапайым шыны есік болатын. Ол жарық түсіру мақсатында қолданылған. Ал мына есіктің материалы мүлдем басқа, нағыз табиғи еменнен жасалған. Ойықтар мен жиектелген ортасында крест бейнеленген. И креста сделана серединочка. Укрепляет вот такой. Здесь крест стоит. Ашылған сәттен бері кафедралды собордың ішкі жиһаздары көп өзгере қойған жоқ дейді католик монахы Мадлен Хоффман. Оның шіркеуде жұмыс істеп келе жатқанына 10 жылдан асқан. Қызметкердің сөзінше, осы уақытқа дейін ғибадатхананың интерьеріне тек маңызды детальдар қосылған. Поменялся главный витраж на центральной фреске или как кресте. Раньше это было просто окно, которое взгляд... Негізгі әйнектегі сүйрет пен крес өзгертілді. Бұрын қарапайым терезе болатын. Көзіміз бірден далаға түсуші еді. Осы тұста екінші Иоанн Павел мен әулие апостол Андрейдің бейнесі қойылды. Сонымен қоса терезелер ауыстырылды. Андрея, апостола и тоже реликвии их поместили, мощи святые. Также поменялись окна и поставили фрески. Сейчас мы находимся на хорах. Біз қазір хор залындамыз. Әрбір католик шіркеуінде осындай музыкалық хор болуы міндетті. Мына жерге орган аспабы орнатылып, католиктердің Құдайға құлшылық етуін сүйемелдейді. Сопровождает богослужения католические. Орган аспабы құрылыс жұмыстары біткен бойда пайда болды. Осы бір ұлы аспаптың дәстүрлі үні мен шіркеудегі мінәжатты бөліп жару мүмкін емес. И кроме органа... Органнан бөлек бізде гитара мен синтезатор бар. Біздің органда ойнайтын қызметкерлеріміз күнделікті Құдайға табыну кезінде ән салады, ал хор үлкен мерекелерде айтылады. Хор у нас поется по большим праздникам. Иконы крестного пути. Міне бұлар Иса пайғамбардың шоқыну жолының алғашқы сәтінен үкімі шығып, о дүниеге аттанып жерленгенге дейінгі бейнесі. Бұрын шіркеудегілер қарапайым қатырма қағаздан жасалған әрі аздап ескірген, күңгірт тартқан иконаларды пайдаланыпты. Жаңартылғаннан кейін суреттері барынша айқындалып, шыны астына ауыстырылған. Светлее поместили их под стекло. Жарығы мол, ауасы кең, сонымен қоса қарапайым шіркеудің жайлы көрінісі жыл сайын құлшылық етушілердің қызығушылығын арттырып келеді. Айта кетейік, биылғы жылдың маусым айында шіркеудің ашылғанына 18 жыл толды. Наш храм в стиле модерн, современный. Біздің ғибадатханамыз модерн стилінде, заманауи стилде салынған. Бой көтергеннен бері өзгертілген тұстары өте аз. Дегенмен мұндағы ахуал келушілерге жайлылық сыйлайды. Жайлы және құлшылық ету жанға жағымды. Осының өзі адамдарды қызықтырады деп ойлаймын. Уютный, здесь хорошо молиться, и думаю, что этим привлекает. Мінәжатхана тек діни сенімді алға тартпайды. Сонымен қоса оны салған халықтың мәдениетінен де хабар береді. Сөзімізге мысал ретінде әулие Карапет шіркеуін айта аламыз. Әулие Карапет Қазақстандағы алғашқы армян шіркеуі. Оның тарихы 2005 жылдан басталады. Ғибадатхана Алматы қаласының Теміржол ауданында салынған. Өткен ғасырдың 30 жылдарында Армениядан жер аударылғандар осы ауданда шоғырланған. Это поселение, оно
сохраняет прочность традиций. Бұл жердегілер дәстүрлердің берік сақтап, ақша жинап мәдени орталықта өздерінің ғибадатханаларын салуға шешім қабылдады. Барлығы біле бермеуі мүмкін. Армян шіркеуі православтардыкіне қатты ұқсайды. Дегенмен бұл христиан шіркеуінің басқа тармағы. Мерекелердің салтанаттарының ұқсастықтарына қарап, шіркеу армян католикос деп аталады. Праздников, там, ритуалов и так далее. Эта церковь называется католикос армян. Әулие Карапет армян аңызының кейіпкері. Ол өнердің қолдаушысы Тир құдайына ұқсайды. Халық Карапет адамдардың музыкаға, поэзияға деген қабілетін оятып, спорттық жарыстарда сәттілік алып келеді деп сенеді. Болашақ ғимараттың жобасы, өлшемі мен көрінісі кітап бойынша таңдалған. Бірінші кезекте Армениядағы сәулетшілердің кеңесіне жүгініпті. Нашел книгу разных видов церквей. Шіркеулердің сан түрі бар кітап тауып алдым. Соның ішінен әулие Карапеттің шіркеуін көрдім. Мойындау керек, менің тегім карапетян. Біздің бабаларымыздың байланысы бар шығар деп ойлаймын. Осы құрылыс бойынша жоба институтына бардым. Содан кейін жобалауды бастап кеттік. И начали мы его проектировать. Құрылыс кезінде айрықша көңіл бөлінген жайт аймақтың сейсмографиялық ерекшелігі. Ғибадатхана сәулетшілері Армения тауларындағы шіркеулерді салу кезіндегі тәжірибесін басты назарда ұстаған. Потому что наши проектанты... Себебі жобалаушыларымыз да не істеу керектігін білмеді. Бізге армениялық сәулетшілер 7 темір арқауға біреуін айқастыру керектігін айтты. Барлығын жоба бойынша салдық. Ақсақалдар жиналып, ірге тасын қалайын деп жатқан кезде түсірілген сурет бар. Сенесіз бе? Барлығы осыншама темір арқауды не үшін пайдаланды деп таңғалды. Сырт көзге қарағанда ғимараттың астында еш нәрсе жоқ сияқты. Мінәжатхананың жобасы мен материалдарын Қазақстанға бейімдеуге тура келді. Армениядағы шіркеулер жергілікті өлкеге тән туфа деп аталатын тастан тұрғызылады. Ал тасты тарихи отаннан Алматыға жеткізу экономикалық тұрғыдан тиімсіз саналады. Сол себепті құрылысқа қазақстандық мәрмәр мен гранитті пайдаланған. Армениядан тек қасиетті Хачкар тасын алып келіпті. Оны Қазақстанға жеткізудің машақатын қазір күліп еске алуда. И не поверите, мы его, этот Хачкар, привезли с Армении. Он весом 1,5 тонны. Айтсам сенбейсіз, біз Хачкарды Армениядан алып келдік. Салмағы 1,5 тонна, шақпен жеткіздік. Алып жүретін шадам, қаншама қағаз, құжаттар, оған жұмсалған қаржы, іздегенімізді тауып тапсырыс беру. Айта берсем көп, бұл өзі шіркеуді салудан да қиын болған сияқты. В общем, короче говоря, это, наверное, тяжелее было, чем церковь построить. Хачкарды сөзбе-сөз аударсақ, крестас деген мағынаны білдіреді. Крест бейнеленген шағын шаршы тақта армян сәулет өнерінің мұрасы. Арменияда мұндай жәдігерлердің мыңдаған түрін кездестіруге болады. Және олардың бетіндегі өрнектері бір-бірін қайталамайды. Хачкар жасау өнері адамзаттың бейматериалдық үздік туындысы ретінде 2010 жылы ЮНЕСКО-ның тізіміне енді. Есть церковный хачкар, который... Есть хачкары, где можете на склоне горы, где-то у дороги. Шіркеуге арналған. Таудың баурайына, жолға бір оқиғаның белгісі ретінде қоятын хачкарлар бар. Шіркеу хачкары шіркеудің шығыс жағындағы діни қызметкер кіретін есіктің алдына қойылады. Армяндарда ғибадатқа келгендер батыс тараптағы есіктен кіреді. Там, где вот священник заходит с восточной стороны. Армян апостолының қағидаларына сай безендірілген қабырғалар, төбедегі жазулар, Ереваннан келген сәулетшілердің еңбегі. Әрлеу жұмысына 6 ай уақыт жұмсалған. Олармен бірнеше түн бірге түнедім. Жоғарға шығып кетеді. Төбеге мынадай суреттерді салу дегеннің қаншалықты қиын екенін білесіз бе? Мен суретші емеспін, бірақ мен осымен мақтанам, таңданысымды жасырмаймын. Әулие Карапет шіркеуі бар жоғы 1 жылдың ішінде бой көтерген. 2006 жылы мінәжатхана қолдануға берілді. Жаңа Нахичеван басшысымен Ресей епархиясына қарасты армян апостол шіркеуінің епископы Ерзас Нерсисян Алматыға келіп, махалла барлық шіркеу ережелеріне сай деп үкім шығарды. Церковь небольшая, она... Шіркеу шағын болғандықтан ғимараттан аса маңызды көркем құндылықтар байқалмайды. Мұны тарихи мәдени құбылыс десек болады. Бірақ шіркеуден адам үзілген емес. Оны армян халқы жақсы көреді. Аталмыш ұлттық диаспора қасиетті орын деп санайды.
все армянское население вот этой диаспоры национальной, она для них как святыня. Ескеретін бір жайт бар. Қазақстандағы армяндардың тұңғыш шіркеуі 1880 жылы салынған. Ол Маңғыстау облысына қарасты Форт Шевченко қаласында. Қазіргі күні жұмысын тоқтатқан. Бірақ армян диаспорасы шағын мінәжатхананы қайта жаңғыртып, бұрынғы әдемілігін қалпына келтірумен айналысуда. Қазақстандағы түрлі конфессиялардың шіркеулерін, ғибадатханаларын санап шығу оңай емес. Дегенмен, олардың барлығы өзіндік сәулетімен, қайталанбас көрінісімен ерекше.